Қазір мен етегінің манжетін және мына қолының манжетін аламын. Етегінің манжетін алу үшін бұлай 11 сантиметрдей алып аламыз. Әркім өз қалауы. Мінекей мен 11 сантиметр алдым. Менің бөксем мына жерде 50 болған, сәл кеңдеу болу керек. Сол үшін мен 54 сантиметр алып алдым бейді. Мінекей бұл біреуі алдыңғы жағы, біреуі артқы жағы болады. Осылай мен бұны қырқып аламын. Қырқып алдым. Енді қазір қолының манжетін алып аламыз. Қолының манжеті де солай 11 сантиметрден аламын. Менің манжетім қолымның несі 12-13 болған. Енді біз осыны алып аламыз. Мынаусын 11 сантиметр қылдым. Значит, 13-13-те менде 26 сантиметр болады, готов. Мен 28 сантиметр тігіспен қосып алдым. Мінекей, оны да бұлай кесіп аламыз. Мына бұл манжетіміз бұлай бүктелініп, бұлай тұрады. Менде мұна қатты артық болып кеткен. Қазір көремін қанша сантиметр? 13 екен. Осы 13 сантиметр менің манжетім. Қалғанын алып тастаймын. Мінекей. Біз манжетін несін алдық. Енді бізге керегі мына алдымызға қалта керек. Ол қалтаны осы Мына қазір мен пішкен нәрселерімді сіздерге көрсетіп тұрмын. Мына кеудесі, мына қолы, манжеті, жеңі, міне жеңі, манжеті. Мынау астыңғы жағындағы ремені, мынау бас киіміміз. Мінекей, енді қазір тігуді бастаймыз. Міне қазір, бірінші иығын тігіп аламыз бүйтіп. 0,7 сантиметрмен бас киімін айналасын тігіп аламын қазір. Одан кейін оверлоктап шығамын. Мына жылжып кетпеу үшін мен әтейге бұлақы шаншып қойдым. Бұлай соғып алып, закрепке бердім. Енді бұны тігіп шығам мұқият. Әдемілік дейді. Кеңге жерде закрепке беріп отырамыз. Екінші бетін тігіп шығам енді. Екінші иығын. Иықтарын тігіп қойдым. Мінекей, иықтарын тігіп шықтым. Енді капюшонның бұлақы шаншыған жерлерін тігіп шығамын. Бұны да осылай закрепке беріп, бірінің артынан бірін тігіп отырсаңыздар таяқлап, өте жеңіл, оңай тігіп шығады. Мына жерде бұлаққыға абайлау керек. Сындырып та қояды, болмаса суырып алып отырасыз. Міне мен тігіп шықтым.
Bulapkalarımды алып тастаймын да. Қазір мынаны оберлоктап шығамын. Міне қазір мен қолын жеңінің манжетін тігем. Манжетін екі шетін тігіп аламын бүйтіп. Мінекей, енді мына етегінің манжетінде тура солай екі шетін тігіп шығамын. Тігіп шықтым, қазір енді бұған бұлапқа шаншимын. Өйткені бұлапқа шаншу керек, или болмаса көктеу керек. Көктесеңіздер де болады. Негізі көктеп тіккен жақсы. Мінекей бұлай көктеп аламыз бұны. Өйткені бұл айланып кетпеу үшін, осы манжеттер тігіп атқанда айланып текстеп көріп аламыз. Міне бүйтіп тігіп алдым манжетін. Мінекей екінші манжетін де осылай көктеп аласыз. Енді мына үлкен етегінің манжеті бұл. Етегінің манжетін бұны бұлапқа шаншысақ та болады бүйтіп. Бұлапқа шаншып алып тігуге де болады бұны. Өйткені бұлапқа шаншымасаңыз бұл да айланып кетеді, ыңғайсыз болып қалады. Сол үшін обязательно бұлапқа шаншып тігесіздер. Теңестіріп шаншып алайын, екі тігістерін жөнде. Міне біз осылай жақсылап шаншып алдық. Енді бұны тігіп шығамыз. Бірінші тігіп алуымыз керек. Кофтасына салмай тұрып. Паузаға қоя сал. Міне біз манжетін де тайырлап алдық. Бүйтіп қолының манжетін тайырлап алдық. Енді бізге қолын тігеміз. Қолын тігу үшін мен қазір мына жерде оберлоктап тігіп қойдым. Енді осы қолымызды тігіп шығамыз осыған. Міне бұлай тігіледі бұл міне жерге. Міне жерге бұлай қойып тігемін. Міне осылай қойып тігем. Сол үшін мен мына жерден белгі беріп алдым. Осы белгіні мына иығына қоямын. Міне бүйтіп. Бұлаққа шаншып аламын әзір бұл жерге. Мына жағына да осылай бұлаққа шаншып аламын.
Қазір осы жерден былай тігіп шығамын. Осылай қойып тігем. Сол үшін мен мына жерден белгі беріп алдым. Осы белгіні мына иығына қоямын. Міне бүйтіп. Бұлаққа шаншып аламын нәзір бұл жерге. Мына жағына да осылай бұлаққа шаншып аламын. Қазір осы жерден былай тігіп шығамын. Міне мен бір қолын тігіп шықтым. Енді екінші қолын тігемін. Мына жақ қарай. Ол мынау. Оған да бүйтіп белгі беріп қойдым. Осы белгіні мерге қойып, және бұлаққа шаншып алам ортасынан. Мына жағынан да шаншып аламыз бүйтіп. Сөйтіп бұл жағында әзір тігіп шығамын. Міне жеңін тігіп қойдым, оверлоктап алдым. Қазір мен осы жерді былай тігіп шығамын. Жеңінің манжетін саламын. Мен бүйтіп даярлап қойғанмын. Мына тігісін тігіспенен қойып тігіп шығамын әзір. Енді мен мына қолының манжетін тігемін. Қолының манжетін тігу үшін
Қазір сборкалап аламын. Тігіп, уже аяқтайын деп қалдым дегенде. Bunu қазір жиямыз бұл. Міне бүйтіп жібін тартып жиып, бір келкі қылып шашып аламыз. Манжетімізге лайықтап. Мына манжетке лайықтап жиямыз. Міне қазір тағы жию керекпіз. Енді осыны мынаның ішіне кіргіземіз бүйтіп. Бұлай. Енді оқыпта бұл сборкасын бір келгі қылып тігіп шығамыз. Оны тігіс барысында жөндеп отырамыз сборкаларын. Манжетті тартып отырып. Мен етегіне манжет, қолына манжетін салдым. Сборкалап. Қазір мына тігістерді тастаймын. Енді біз мына бас киімін былай қайтарып тігіп алдым. Енді осы бас киімді бір-біріне айқастырып тігіп аламын қазір. Мына кішкентай жерін осылай тігіп аламын. Енді бұлай қойып аламыз бас киімінің несін. Мінекей осылай. Мынаны да мен центр белгілеп қойғам. Мына жағында центр белгіледік. Осы центрді міне бүйтіп қоямыз да. Мына бас киімнің алдыңғы жағына бұлай қойсақ, осылай шыға саламыз. Оны міне жерден ортасынан қойып аламын. Қазір бір шетін тігіп аламын. Бірінші. Мінекей аяқтайын деп қалдым. Міне болды. Тастаймыз. Міне біздің капюшонымызда осылай салынды. Қазір мен мына қыздар, бүгін біз кофтасын аяқтадық. Шалбарын кеше көрсеткен түгелімен, шалбардың екі қалтасы бар. Мінекей бұл ұзындау алдым, мына манжеті, мына қолының жеңінің манжеті, міне капюшоны. Міне капюшоны осылай тұрады. Міне қолдарын бейт көргенде. Мінекей. Мына қыздар, келесі көрсетілімде сіздерге мынандай көйлекті
кез келген толық азғын әйелдерге, кез келген размерлі адамға шақ келе қоятын осындай көйлек тігіп көрсетемін. Бұл және үлкен оның шарфы қалай тігіледі, оны да сіздерге көрсетемін. YouTube каналына тіркеліп, лайк басып, комментарияға жазып отырыңыздар. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен түсірілімді бастап сіздерге көрсетіп отырамын. Келесі видеода кездескенше.